Талай тойға барып жүріп, дәл мынандай қошемет шапалақ көрмегенімізде біраз болып бір қуаныш құтты болсын деп, қол соғып құтты болсын айтпайықшы қадірлі. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш дейміз, қуанышымызға құтты болсын айтып, сауабымызға сауын айтып келіп отырған қадірлі қонақтарымыз, мәртебелі меймандарымыз, табаны тиіп тамашамызды бөлісіп келіп отырған игі жақсыларымыз, қазыналы қарияларымыз, ақылман ақсақалдарымыз, жар орнын жайнамаздай таза ұстаған алтын құрсақты аналарымыз, айбарлы ағаларымыз, жайдарлы жеңге қадірлі ханымдар қауымы. Бүгін енді өздеріңіз көріп біліп отырғандай, қосылған қос ғашықтың егіздей жарасқан екі жастың арқасында екі елдің қуанышы ортақ деп бір тамаша тойдың куәгері болуға қадам басып келіп отырған жағдайымыз бар. Осындай көргеніміз, көріскеніміз, сәлемді беріскеніміз дегендей сіздердей жайдары жандарды дидарларыңызды төрден көргеніміз өте қуаныштымыз. Уақыт бөліп, көңіл бөліп, екі жасқа, қос ғашыққа тілекші болып, ниеттес болып келгендеріңізге дән ризамыз. Сол жастардың ұстасқан қолдары үзілмесін, сезімдері сетінемесін, махаббаттары мәңгілік болсын деп, данышпан даналардан ең бақытты адам қандай адам десе, тілеулесі көп адам дейді екен. Тілеулес, тілектес болып келгендеріңіздің белгісі болсын, тойымыз тойғыласын, қуанышымыз құтты болсын, бәрі бақытты, баянды болсын дегендер бір қолдап қуаттап қол соғып қойсаңыздар болады деп қараңыздар. Бүгін енді елдігінен ерекше мереке болып тұр. Баршаларыңыз енді көріп біліп отырғандай, алыс жақыннан келіп осы қуанышымызға ортақтасып отырғандай. Мынау Абылай ханның кешегі кеңесшісі болған Бұхар жырау деген бабамыз айтады. Білегінің күші алтын, найзасының ұшы алтын, кіші жүздерің аман болсын деп. Сол беріштің батыр ұлы Дәурен деген азамат, мынау ықыласы ыстық, қонайтай ұлды тудырған ыстық елі өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол елдің аққудай көрікті аруы Айжанмен екеуі қол ұстасып, үлкен өмірге бірге қадам басамыз, жарасын тауып, жанұя боламыз, отбасы құрап, шаңырақ көтереміз деген ниетпен бүгін үлкен қуанышқа үлгілі үлкендерімізді, қазыналы құрметтілерімізді, жанашыр жақындарымызды, әдемі әріптес, сыйлас, дос, үзеңгілес амандастарды қосып кеңінен дастархан жайып отырған жағдайы бар қадірлі ағайындар. Сол бір-бірінің сыңары болып, серігі болып, сезіммен үндесіп, жүректері тілдесіп жатқан Дәурен мен Айжанды көсірген міне үлкендеріміз ортамызда. Осы кісілерге қуаныштарыңыз құтты болсын деп бір қол соғып қошемет көрсетіп қойсаңыздар болатын шығар. Бақтығали деген көкеміз болған қадірлі ағайындар. Міне төрімізде ынтызардай анамыз отыр. Апатайымыздың қуанышы құтты болсын дейміз. Исраилдай көкеміз болған. Рухы шат болсын ол кісілердің. Зибагүл анамыз отыр. Зибагүл анамыз қайда екен? Бір қол соғып қойсаңыздар болады. Бүгін енді сол ынтызар анамыз бен Зибагүл анамыздың қуанышы. Ұзақ ғұмыр кешсін, қуанып отырған қос ана мәңгілік берік болсын, жастар құрған босаға деген тамаша тілекпен келіп отырған жағдайымыз бар. Қос анамыздың қуанышы құтты болсын, бірі ұлды болып, бірі келінді қызды болып деген сияқты үлкен қуанышқа кенеліп, осы ысты сүргетай беріш келіп өздеріңіз жақсы білесіздер. Алыс жақыннан үлкенді, кішілі жасы бар жасамысымен жастарға тілеулестігімізді білдіріп, осы қуанышқа құрақ ұшып келіп отырған жағдайымыз бар. Сол екі елдің тамашасы құтты болсын, жалпы қазаққа ортақ қуаныш құтты болсын дейміз. Жастардың бақыты баянды, тағдырлары аяулы болсын, өсіп өніп көгеріп, мына үлгілі үлкендердің жолы жұмысты болсын дегендер бір қолдау білдіріп қойсаңыздар болады қадірлі ағайындар. Енді тірі жүрсең талай қыз көресің деген жастарды мен бір ерекше шақырғымыз келіп отыр, қадірлі жақсылар. Мынау осындай бір керемет қуаныштың себепкері болып, дәнекері болып, иіліп сіздерге ізет қылып, құрмет қылып, алдарыңыздан өтіп деген сияқты алғыстарыңызды алайық деп, бұл енді асыл тастан, ақыл жастан деген. Сол жастардың тың идеясы деп жатады ғой заманауи тілмен айтқан кезде. Сол үлкендердің алдынан өтейік, үлкендерге қызмет қылайық, құрмет қылайық, дәм берейік, дәрежелерін көтерейік, алғыс баталарын алайық деп, осы Дәурен мен Айжаннан шыққан бір тамаша ойменен осындай ұштасып жатқан қуанышымыз қадірлі ағайындар. Сондықтан да осы тамашамыздың себепкерлері де, дәнекерлері де, осынау екі елдің арасын жалғап, көпшілік көл көздер тілегін арнап отырған қос ғашықты да ортамызға шақырып бір ажарымыз
Kenge kuşak osылay жайғанымыз оңынан туылсын деп әркез айларымыз осындай қуанышқа арқау болған бақытты болсын дәуренмен айжанымызды бір қолдап білдіріп қояйықшы. Енді дәке қалайсыз? Ассалаумағалейкум, қолыңыздан қояйық. Гүліңізді маған беріңіз. Бұл жалпы мұсылманның баласындағы әдет, ежелден келе жатқан дәстүр. Босаға аттап келгеннен кейін бас иіп сәлем беру керек. Арғымақтың құйрығы әрі жібек, әрі қыл, қас жақсының белгісі, әрі мырза, әрі құл деген. Біріңізге күйеулік құрметі, біріңізге бауырлық, азаматтық, перзенттік құрметі болсын. Дәуке бір адым алға шығып, байырғы батыр бабалар сияқты қолын жүрек тұсына қойып көпшілікке бір бас иіп ізетін жасап қойса, болады шығар, қолдап қуаттап қойсаңыздар. Жақсы жаның кереметі әдемінде eğilip елге берген сәлемімді дейді. Осы Дәукеңнің бағын ашып, бабын келісті қылам деп, нық сеніммен тұрған ерінің етегінен ұстап үлкен өмірге қадам басқалы жатқан нағыз батырлыққа қадам басқалы тұрған мына айдарлы айжандарыңызда ізеттілігі болсын, құрметтілігі болсын, алдарыңызға шығып бір бас иіп сәлемін салып қойса, бағы жансын дегендер алақан қағып қойса, нұр үстіне нұр емес пе? Деген өзіміз жақ болсын, сондай болады. Қуанышты болсын. Енді қадірлі жақсылар, қыз баласын қазақ гүлге төгіп жатамыз. Гүлдей құлпырған, қызғалдақтай жайнаған, жауқазындай жайқалған арауымыз қызымыз деп. Сол енді жастар бұған дейін де бір-біріне деген сезім, тілек, арман, мақсат мүдделерімен бөлісіп, осы таңға бірге қол ұстасып қадам басып келіп отырған жағдайы бар. Соның тағы да бір дәлелі болсын, жанымда жауқазындай жайқалып, гүлдей құлпырып жүрсін деп Дәуке мынау әдемі гүлді алып келген екен. Сіздердің мақсаттарыңызбен Айжан ханымға табыстап қойса болады шығар,